Депутаттық сауал премьер-министрдің орынбасары Скляарға. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында халқымыздың өмір сүру сапасын арттыру басты міндет екендігін атап өтті. Көптеген шалғай және шекаралық ауылдық елді мекендерде әлі күнге дейін ұялы байланыс, интернет және пошта желілердің жоқтығы құпия емес. Осы аймақтарға зейнетақыны жеткізіп, күнделікті түрде бұқаралық ақпарат құралдарының жеткізіп отыратын кәсіпорын Қазпошта. Қазпошта алыс ауыл аймақтағы азаматтарға банкінің рөлін атқарып, зейнетақы жеткізіп, ақпарат құралдарын тарататын өмір жолы. 2017 жылы белгіленген тарифтер Қазпоштаның шығындарын өтемейді. Қызметтің өзіндік құны 247 теңге құрайды, ал мерзімді басылымдарды ауылдық жерлерге жеткізудің бекітілген тарифі 17 теңге. 2022 жылдың қорытындысы бойынша шығындар 12,1 миллиард теңгені, ал 2023 жылы 12,3 миллиард теңгені құраған. Ал субсидиялар қажетті 8 миллиард теңгенің орнына 2 миллиард теңгенің ғана жабады. Жылдан жылға ауылдық елді мекендерде мемлекеттік көмектің азаюына байланысты Қазпоштаның бөлімдері жабылып жатыр. 2022 жылы 33 филиал жабылған, ал 2023 жылы 13 филиал жабылған. Осы үрдісті жалғастыра отырып, 900-ге жуық бөлімше жабылуы ықтимал. Шекаралас елді мекендердегі Қазпошта бөлімшелерінің жабылуы мемлекеттік саясаттың осы өңірлерде әлсіреуіне әкелуі хақ. Ауылдық елді мекендерде газеттер мен журналдардың қолжетімділіктің болмауы, зейнетақы және әлеуметтік төлемдер бойынша қызметтер, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету сияқты күрделі проблемалар да пайда болады. Бүгінгі турбулентті заманда ұлттық қауіпсіздікті саудаға салуға салып, бюджеттік қаражатты үнемдеуге болмайды. Шекаралық аудандардағы Қазпоштаның қызметі ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас бөлігі. Олигархтардың банктерін еркелетіп, қарапайым халыққа қызмет ететін Қазпоштаны алалауды қою керек. Олигархтардың банкілерінде әлі күнге дейін ұлттық қордың триллиондаған теңгелер жатыр. Осыған байланысты мерзімді баспасөз басылымдарын, сондай-ақ Қазпошта акционерлік қоғамның рентабелді емес тарифтерін жеткізуді субсидиялау мәселесіне назар аударып, келесі мәселелерді шұғыл шешу керек. Қазпоштаға қолданыстағы тарифтерді ұлғайту арқылы мерзімді баспа басылымдарын жеткізуді субсидиялауды ұлғайту, ауылдық аумақтарды дамыту мен қолдау мемлекеттік бағдарламаларын ісіне асыру аясында бөлінген бюджет қаражатын Қазпошта арқылы іс жүзіне асыруды қарастыру, аудандық және ауылдық әкімдіктердің мемлекеттік ғимараттарын салу кезінде қолдау шарасы ретінде Қазпошта бөлімшелерін өтеусіз негізінде орналастыру, ауылдық елді мекендерде зейнетақыны жеткізу үшін арнайы тиімді тарифтер қарастыру. Құрметпен Аманат фракциясы мүшелері.